Ассаламу алейкум, бұл жақсы кино, менің атым Жандос. Атақты италиялық суретші Микеланджело Буонарритиден бір кісі сұрапты. Сіз сондай талантты адамсыз, сіздің шығармашылығыңыз сондай көркем. Қалайша мұндай нәтижеге қол жеткізесіз деп. Сонда ол кісі былай деп жауап берген екен. Мен өз шығармаларымдағы артық нәрсенің бәрін алып тастаймын деп. Немесе Альфред Хичкоктың мына бір сөзін білетін шығарсыз. Ол айтады, кино дегеніміз іш пыстыратын сәттері алынып тасталған өмір деп. Ендеше фильм өмірде болған оқиға негізінде түсірілсе, оның көрерменнің ыстық ықыласына бөлену ықтималдығы жоғарырақ болады. Бұдан шығатын түйін киноның екінші аты шындық. Алайда шындық көп. Жоқ, айтайын дегенім, түсіріліп жатқан фильм көп. Оның бәрі жақсы деген сөз емес. Ендеше Альфред Хичкоктың айтып отырған киносы ол адамзаттың өмірін жақсартуға, ізгілікке шақыратын артық ауыз дүниесі, айтарлықтай кемістігі жоқ көркем шығарма болса керек. Хорошо, хорошо. Ағай, көрейінші. Кетті болса. Ендеше бүгінгі жақсы киноның қонақтарын таныстырып өтейін. Кинорежиссер Назия Назарбек, актер Берқан Төкенов және актриса Айсаным Қастеева. Ең алғаш сұрақты Назия өзіңізден бастаймыз. Менің білуімше сіз биыл бір фильм бітірдіңіз. Бұл студенттер туралы студенттер түсірген фильм, солай ғой? Негізі студенттер. Қысқаша айтып өтіңізші, не туралы фильм? Бұл шынайы оқиғаға негізделген. Біздің құрбымыз 2013 жылы рак ауруына шалдығып өмірден озған Ақерке Жұрымбаева Серік қызы. Осы қыздың өмір желісі баяндалады, яғни фильмде. Барлық достар осы аурумен емделуіне көмектескендігі жайлы, барлық Қазақстанның халқы қосылғандығы, Астана халқы жаппай осы материалдық көмек көрсеткендігі жайлы. Яғни егер халықтың барлығы, халықтың күші бірлікте жалпы идеясы. Достықта және мына мейірімдікке деген сенімде. Фильмді кім қаржыландырды? Фильмді о баста өзіміз қаржыландыра бастадық, себебі бір жыл бойы спонсорлар іздедік, неше түрлі продюсерлерге бардық, бірақ өкінішке орай бізде ешкім қолдағысы келмеді. Қайырымдылық мүлдем коммерцияға бір пайда келетін фильм емес деді. Сонымен өзіміз яғни фильм түсіре бастадық, ал одан кейін постпродакшн барысында бізге осы Астана қаласының мәдениет департаменті материалдық көмек көрсеткен болатын. Түсірілім жұмыстары қанша уақытқа созылды? Түсірілім жұмыстары негізі осы материалдық қиыншылықтарға байланысты бір жылға созылды. Негізі бір ай түсірдік, одан кейін бір жарты жылдай бізде тоқтатылым болды. Актерлік құрам өз университеттің студенттері болды? Актерлік құрам университеттің студенттері, бірақ бас кейіпкерлерінің екеуінде де актерлік мамандық жоқ, яғни. Айсаным ойнады, басты рөлді. Айсаным, кейіпкеріңіз туралы сіз мәліметті қайдан алдыңыз? Ол кісі өмірде жоқ қой. Кіммен ақылдастыңыз? Қалай рөлді алып шықтыңыз? Енді менімен бірге ойнаған қыздар, ол Ақеркенің құрбылары болды, Назия да. Сол олардан естіп, қандай қыз болған, солай ойнадым. Кино түсірудің өзі, бұл өте қиын процесс қой, білесіз Берқан. Студенттік фильм несімен ерекше? Түсірілім барысында идеядан бастап соңғы нүкте қойылғанға шейін ол несімен ерекшеленді? Студенттік фильм кәсіби режиссерлардың фильмінен менің ойымша белгілі бір тәуелсіздікпен, яғни еркіндікпен ерекше. Себебі әлі де болса өмір соқпағына түспеген, әлі де болса бір өзінің болашағына деген нық сенімі бар, яғни жүрегі бар, жаңалықтарға ашық жастар, студенттер. Сол себепті кино әлдеқайда белгілі бір шектеу қойылмайды, яғни тақырыпқа да, бір ойға, неше түрлі идеяларға да. Ал өмір өте саласымен режиссерлар көп қой, сол себепті неше түрлі, яғни қиында мамандық жағынан, кәсіби жағынан неше түрлі қиындықтарға шалдығады өмір бойы. Себебі режиссерлар көп, жұмыс аз енді, содан кейін белгілі бір шектеулер, рамкалар пайда болады. Одан басқа, яғни актерлермен көп қиналдық деп айта алмаймын. Ал өндіріс жағынан, яғни кейде съемкаға барсам, мәселен,
қарапайым тамақ жоқ кездер болатын, бензинге ақша жоқ кездер болатын, жесткий диск мәселен мына материал жазып аламыз да, жесткий диск болмай қалады. Ал жесткий диск сатып алудың өзі 40 000 теңге. Енді фильмді бастамас бұрын қалтамызда 600 000 теңге болатын. Сол 600 000 теңгемен ғана бастадық бұл фильмді. Ол 6 күнде бітті. Ол 12 күнде біткен шығар енді. Одан кейін университет бізге 1 айға техника берді, толықтай тегін. Ал 1 айдан кейін ол техниканы алып кетті. Енді 1 айдан кейін техниканы жан-жақтан, яғни әртүрлі орталықтарға барып, тегін сұрап, әртүрлі адамдарға барып көмек сұрап, әйтеуір бір қайыр сұраумен өтті, шын айтсақ бұл фильм. Өте көп көз жасымыз. Сіз қажып қалған жоқсыз ба? Бетіңіз қайтып қалған жоқ па фильм жасауда? Көп жағдайда қажып қалғым келді, бірақ қажып қалған уақыттарда осы Азамат Ақеркенің ғашығы болатын өмірдегі Азамат деген. Осы Азамат есіме түсетін. Себебі Ақерке үшін өмірінің соңын Ақерке өмірге озғанша дейін күресті. 4 жұмыста жұмыс істеп, больницада түнімен қонып, осы Азаматтың бір қайсарлығын, батылдығы есіме түсіп, осындай бір махаббатты көргеннен кейін қалай біздің бетіміз қайтады деп, жоқ, әріде болса бірге баруымыз керек, әріде болса бұл фильм бітіруіміз керек деп, сондай ойда болдық. Берхан аға, сіз де фильмге көп түсірушісіз ғой қазір. Ахан Сатаев секілді, Рүстем Абдраш секілді үлкен қаржыға түсіреді ғой кісілер. Сол кезде актерлардан мынандай бір сөздер айтады. Актерлардың жағдайын жасайды, гонорарын жақсы төлейді, және түсірілім барысында мына топ бар ғой, түсірілім тобы. Солар бүкіл жағдайды актердің төңірегінде жасайды. Ал бюджеттік фильмде, студенттік фильм болсын, кішігірім қаржыға түсірілетін фильмдерде көбіне актерлар бір өте өздерін бір керексіз сезінеді. Дер уақытында жаңағы мотор болмайды, дер уақытында гримі жасалмайды, осындай бір қиындықтар болады ғой. Сіздің басыңызда болды ма осындай нәрселер? Әрине болады. Сол кезде актер өзін қалай ұстау керек? Негізі дұрыс емес. Жаңағы сені шақырғаннан кейін, саған сенгеннен кейін, ол түсірім алаңына мысалы барғаннан кейін осылай жаңағы төлемақысы, гонорары аз болғаннан кейін кетіп қалу деген ол дұрыс нәрсе емес. Ол негізі өнер адамына тән қасиет болмау керек ондай. Негізі жалпы дұрыс нәрсе. Өнер адам үшін ақша емес пе сонда? Мәселе ақша емес. Шынымен де ол өйткені сеніп, мысалға қарындасым мені сеніп шақырса, мысалға, маған түсіндіріп айтса, мысалға, аға осындай жағдайда, осындай деңгейде, мысалға, төлемақысы болады, болмайды деп айтса да, мысалға, бұл кісі сеніп тұрғаннан кейін бұл кісіні сенімін ақтау керек. Яғни актер ол мысалы үшін ақшасыз да түсу керек па, түсе ала ма? Түсу керек. Оғыда қандай критерийлер бойынша, ода бір талап болу керек? Талап болғанда да мысалға, шынымен де егер өтініп саған сол рөлге келіп тұрсыз, осылай деп жағдайды түсіндіріп айтатын болса, неге көмектеспеске мысалға? Жаңа өзі айтып отыр ғой, мысалға жастарға, біз болашақ жастардікі дейміз да, неге жастарға көмектеспейміз мысалға? Назия, сіз актерларыңызға гонорар төледіңіз бе? Актерлерге гонорар төлегенім жоқ. Бізде барлық актерлер, сонымен қатар түсірілім тобы тегін жұмыс жасады. Бірақ жақсы фильмнің озық шығу ол тек қана актерлерге байланысты емес қой. Ол постпродакшнға, цветокоррекция деген бар, дыбыс өңдеу, яғни көптеген техникаға да байланысты түсіріліп жатқан. Сол себепті әлі де болса Қазақстанда жалпы негізі фильмнің сәтті шығу бірден бір осы материалдық базаға байланысты. Жалпы айналып келген кезде де мысалға ол жаңағы басқа сөз алдында жаңағы айтқанда, бірақ енді неге тіреледі, ол актерға келіп тіреледі. Өйткені жалпы оқиғаны елге жеткізетін, халыққа жеткізетін ол актер. Актердің жұмысы. Сол себептен актерға көңіл бөлінген дұрыс негізі. Назия, менің білуімше сіздің фильм енді прокатқа шықты ғой, бүкіл Қазақстан бойынша. 60 қанша? 68 кинотеатрға. 68 кинотеатрға шықты. Ол өзі шығынын ақтады ма? Өз шығынын ақтады. Так, енді ақтағаннан кейін сіз бір рахмет ретінде актерларға гонорар бәрібір де ұсынған жоқсыз, берген жоқсыз ғой? Бәрібір де ұсынған жоқпыз, себебі келісімшарт бойынша ондай болған жоқ. Жоқ, келісімшарт бойынша, біріншіден ондай болды негізі. Бірақ біздер фильмді ақша үшін түсірген жоқпыз. Біздер о басына айттық, фильмнен түскен таза табысты біз осы онкологиямен ауырып жатқан балаға жұмсаймыз деп. Сөйтіп фильмнен түскен артық қаржының барлығын біз осы Айкүнім есімді, мысалы, ауырып жатқан, осы қан ауруына шалдыққан Ақерке секілді осы қыздың емделуіне жұмсадық. Сонымен қатар фильм бірден премьерасы өте салысымен біз енді өкінішке орай кейбір кинотеатрларда көп көрсетілмеді бұл фильм. Сол себепті ондай біз ойлағандай
қаржы жиналған жоқ. Сол себепті Айкүнімге сонымен қатар барлық актерлер қосып концерттер ұйымдастырдық. Және Айкүнімнің қолына, анасының қолына 2.200.000 теңгедей ұстаттық осы фильмнің арқасында. Ал жаңағы фильмдегі негізгі прототип Ақерке деген қыз ғой, иә? Соның туыстары қалай қабылдады фильмді? Жақсы қабылдады. О баста фильм түсіретін ой пайда болғаннан кейін осы Ақтөбеге барып, ата-анасынан батасын алған болатынбыз. Ақерке жайлы фильм түсіргелі жатырмыз, қалай қарайсыздар деген секілді. Жақсы қарады, ақ батасын берді. Бірақ айтып отырмын, ол фильм 1,5 жылға созылғаннан кейін ортақ, яғни постпродакшнмен премьераға шыққанша. Сол себепті 1,5 жылға біз жоғалып кеттік негізі. Ата-анасынан батасын алдық та, сөйтіп 1,5 жылға жоғалып кеттік. Премьерасына бірақ шақырдық, олар үшін өте үлкен жаңалық болды, бірақ жақсы қабылдады, рахметін айтып, 90% бұл фильмде негізі шындық деп осындай бір ойларын айтты. Через 2 недели нам разрешили ее навестить. Как дела? Больше всего мне жалко родителей. Они так измучены. Они так страдают. Я решила бороться ради них. Өмірде болған оқиғаларды суреттеуде фильм мен өмірдің арасында бір нәзік қарым-қатынас болады. Осыны не былай болып кетпеу үшін, не былай болып кетпеу үшін қандай қадамдарды, қандай қағидаларды орындау керек? Бұл енді шынымен де бұл өмірде болған жағдай деп айтып отыр ғой жаңағы. Бұл енді өте ауыр дүние. Сіздің сұрағыңызға жауап берместен бірінші мына қарындасыма рахмет айтқым келіп отыр. Шынымен де бұндай жағдайлар, бұндай қайырымдылық қор жасауға, бұндай адами үлкен дүние жасаған адамдарға жалпы тек қана актер болу емес, жалпы қазақ ел болып көмектесуіміз керек сияқты. Жалпы жаңағы бәрін ортаға салып, мынандай дүниені шығарысу керек, көмек атсалысуымыз керек. Өйткені бұл кеше ғана сол жаңағы бір аты жаман ауруға қарсы үлкен күрес жүргізудің бір түрі бұл да. Сол себептен қарындасым саған үлкен рахмет айналайын. Үлкен іс жасап жатырсың, сауабы болғай. Жаңағы енді жалпы бұл ойнап шығу, кез келген адамды, кез келген кейіпкерді ойнап шығу олайды. Әрине оңай дүние емес. Оның ішінде жаңағы кешегі тарихта өмірде болған нәрсені сомдау, ол өте үлкен дүние. Сол себептен енді бұндай нәрсеге менің өзім ойлаймын, өте бір салмақты жаңағындай немен барған дұрыс сияқты деп. Назияның фильмі бұл жақсылық қайырымдылық жасауға шақыратын фильм екен. Жалпы кино адам өмірінде қандай қызметтер атқару керек? Киноның негізгі миссиясы не? Адам не үшін көреді киноны? Жалпы бұл елді тәрбиелейтін ол экран деп өзім ойлаймын. Әр кинода, әр болған хабар, әр болған бағдарлама не болса да, біз сол экран арқылы тәрбие беретіндей жағдайда болуымыз керек. Елдің білмей жүргенін, халықтың білмей жатқанын, арғыра түсінбей жатқанын сол арқылы тереңдетіп түсіндіруіміз керек деп өзім ойлаймын. Жалпы экран сол үшін керек, кино сол үшін керек. Ендеше біздің жақсы киноға келіп тұшымды ойларыңызбен бөліскендеріңізге рахмет. Табысты болыңыздар. Кирк Джонс 2009 жылы бәрі жақсы деп аталатын фильм түсірген болатын. Бұл 1990 жылғы Джозеппе Торнаторенің оларда бәрі жақсы фильмінің ремейкі еді. Айтпақшы сценарийін әйгілі Тонино Гуерра жазған. Фильм несімен құнды? Бұл кинода сирек көтерілетін әке тақырыбын қаузайды. Әке отбасының тірегі баста асыраушысы үйден гөрі көбіне түздің шаруасын өзіне міндет етіп алмай ма? Роберт Де Ниро сомдайтын Фрэнк Гуд осындай көп әкенің бірі. Ол 4 баласын аяғынан тұрғызу үшін жас өмірін жұмысқа, малтабар кәсіпке арнап шаша қырған. Қу тірліктің қамында жүрген жанның ғұмыры да көрген түсі заулап өтеді ғой. Міне Фрэнк те қартайды. Самайын ақшалды, кемпір қайтқалы да біраз болып қалды. Бала бар, бірақ бап жоқ.
рас, адам үшін отбасыдан артық құндылық жоқ екен. Сүйген жар, жақсы бала бұл өмірдің зейнеттері емес пе? Ол мұны кеште болса түсінгендей. Мәселе бірақ бұның түсінуінде емес қой. Мәселе балаларында. Американың әр түкпірінде жүрген 4 бала аналарға айтқалы әкенің жағдайын сұрап бір келмеді. Неге өйтті? Оларға әке керек емес пе? Әлде біржола көңілдер қалып пе? Бұның бар кінәсі ақша тауып, соларды жеткізу емес пе? Фрэнк әке алдағы мейрамды сылтауратып, ұл қыздарын қара шаңыраққа шақырған. Дастархан басында отырып, балалармен бір жақсылап сөйлеспек ниетте. Көптен күткен кездесуге кәдімгідей дайындалып, толқыптап жүріп, бірақ суретші Дэвид те, Чикагодағы Эмми де, Денверде тұратын Роберт пен Лас-Вегастағы Роуз да әрінен бір сылтауратып келмей қалды. Мынаны қараңыз. Мерекелік дастарханда соқа бас сопайып қалған Фрэнк енді қайтпек. Бала бауыр етің, оның саған ұқсамайтын тағдыр сенің басты уайымың. Бірақ уайым түбі тұңғиық батасында кетесің, ал тәуекел түбі жел қайық өтесінде кетесің. Біздің Фрэнк те сырқатына қарамастан тәуекелге бел буды. Ол енді өз жолға шығады. Балалар келмеді ме? Мейлі, бұл енді өзі барады. Және әрқайсысымен жеке-жеке сөйлеседі. Біздің кейіпкер бұл жолда көп нәрсені түсінді. Бұрын шындыққа балап келген дүниелердің жалған екенін түсінді. Бәр жақсы фильм адам болмысының қарапайым екенін көрсетуге тырысады. Қанша жерден күреп ақша тапсаң да, мансап жолында карьераның құлы болсаң да, түбі жаратылысыңдағы адами сезімдерге тәуелдісің. Пендеуи қарым-қатынасты, баланың ыстық лебізін, көршінің қамқорлығын аңсап тұрасың. Біз адамбыз, біз сондай әлсізбіз. Біздің кейіпкерге де баланың қамқорлығы керек. Бірақ екі қыз олай ойламайтын секілді. Олар әкесін сол баяғы қатал, сырттың шаруасына тастай, ал бұлардан тек мінсіздік талап ететін әке қалпында қалып қойған деп ойлайды. Әйтпесе неге олар осы уақытқа дейін әкелеріне шешіліп бірде-бір мәселе айтпаған? Неге олардың аузынан тек әке, бізде бәрі жақсы деген сөз шығады? Бұл шын айтылған сөз бе, әлде Фрэнкті өз бастарындағы мәселеге араластырмаудан туған қулық па? Әлде ешқандай баласы Фрэнкке сенбейтін шығар? Кейіпкер кемпірі тірі кезінде оның аузынан тек бәрі жақсы деген сөз естуші еді. Соған нанатын Фрэнк әке енді неге өкінеді? Бірақ өкінгеннен не пайда? Баланың тәрбиесіне уақытында айналыспаған соң, абайша айтқанда қолымды мезгілінен кешірмедім дейтін түсініктің болған. Бұл фильм Роберт Де Ниро түскен біршама ромкомның қасында сәтті деп айта аламын. Тақырыптың өзі аса актуалды. Әке мен балалар арасында қарым-қатынас жер бетіндегі барлық адамға түсінікті, ортақ тақырып. Сондықтан болар фильмнің өне бойы адамның түрлі сезімдерін түртіп, өңешке кеп тірейтін өксікке тұнып тұр. Өкініш қолдан сусап кеткен мүмкіндік, шіркін айлар мен әттеген айлардың жаңғырығы көрерменнің көкейін мазалап, жүрегін құрсаулайды. Мен мұндай фильмдерді кино өнерінің ішінде көпшілік байқай бермейтін жалғыздарға балаймын. Адамдардың да арасында бір елеусіз, бірақ қадірі қашанда биік жандар болмай ма? Демек, Кирк Джонстың бәрі жақсысы, адамға ой салатын, өз өміріңізге бас бұрғызып, не істеп жүрмін, ертең не болады дейтін сұрақтарға жетелейтін бірегей туынды. Фильм киносыншылар арасында айтарлықтай қолдауға ие болған жоқ, түсінікті ғой енді. Тақырып отбасылық, бұл сізге әлемді құтқару емес, кейбір жанның құқығын іздесіп, қалыпты түсініктерді бұзуға шақыратын бұзық фильм емес. Бұл 70 шалдың ұл қыздарына деген сағынышы, өткен өмірін кей тұсынан түсінген өкініші, мұндай өмірлік мәні бар тақырыптар әуелден көп білгірдің назарынан тыс қалып жатады. Неге екенін білмеймін, ал білетінім кино адамдардың өмірін жақсартуға жәрдемдесіп, адам бойындағы ізгі құндылықтардың бекуіне, парасаттық пайымдардың қалыптасуына қызмет етуі керек. Әйтпесе ол жақсы кино бола ма? Сау болыңыздар.